Біздің, білмеймін, сүйікті қатысушымыздың білдіргені бар ағайын. Білдіргені? Иә. Неге? Білдірген жоқсыз ба не ештеңе? Қалай барып қайттыңыз? Сәтдәулеттің мамасын бәрі болашақ енең деп жатыр, енді қалай құттықтап Сол қайттыңыз? мен өзім көрмедім шын. Мамасы кіріп, біз Жоққа келіп барғанбыз, екінші күні қайтатын кезімізде ғой. Бірінші Шымкенттен шықты да, Шымкентке тойдан кейін барып қондық, қайтадан Түлкібастан өтетін жолдан, сол Сәтдәулет бірінші машина болып шығатын болды. Екі машина болып шығатын. Сөйтіп мамасының киімдерін кидіңіз ба? Мамасы новый киімдер берді. Дайындап қойып па? Барлығы новый, мен осыны. Тағы бір сұрағым бар. Бір қорқыныш болмады ма? Қандай қорқыныш? Алып қашып кетеді ау деген. Мен қалып қоямын ау. Пранк жасайды ау деп примерно ойладым. Бірақ ойладыңыз, иә? Сөйтсем шынымен пранк жасамақшы болған екен. Бір тәтелер, алыс туысқандары Заринаны солай әзілдеп көреміз ба деп солай жасап көрмекші. Тілек, жалпы өзің таңдаған қызды қанша уақытта ұмытасың жалпы? Өзім таңдаған қызды ма? Мен шыны керек, тез ұмытып қаламын деп айтсам енді ыңғайсыз болар енді олардан. Бірақ шыны керек соңғы кезде. Бірақ Айсұлуды тез ұмытып қалдың, да? Енді түрін білемін, жалпы әңгімелескенбіз, сөйлескенбіз, бірақ нақты айтқандарын есімде қалды. Қазір жалпы неге үміткермен өтіп қырылып жатсыңдар? Жоқ, просто бір өтірік айтып қоямын, сосын ақпарат топсы келіп тұрады деген сияқты бір өтірік айтқысы келіп тұрған жоқ қой. Білмеймін, бұл жерге келгеннен кейін тем более ажырасқан қыз, мен оны ажырасқанда кінәлап жатқан жоқпын, просто Жалпы теңмен дегенді қалай түсінесің? бәрін айту керек та осы жерге келгеннен кейін ішіндегі. Қалай Абылайхан мен Айсұлу ортақ тіл табыса ала ма? Қалай ойлайсың? Табысып кетеді деп ойлаймын. Айсұлу жақсы қыз ғой. Өзі нәзік, жаны нәзік, сондай ақыл. Екеуіңде неге таныстық тоқтады? Қыз тараптан әлде сен тараптан? Жалпы екеуміз жақтан. Мінездерің сәйкес келмей қалды ма? Ол жағы да бар кішкене, иә. Мен жалпы жамандағым келмейді қыз баласын. Тең-теңімен дейді ме? Менде ондай принцип жоқ. Жоқ, принцип емес, қалай түсінесің? Қалай түсінесің? Ажырасқан адам ажырасқанға тию керек деген. Ол міндетті ма жалпы? Енді бойдақ бала үшін міндетті болу керек. Өйткені алыс жақын туыстардың сөзі бар дегенде.